Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2024 жылы жарық көрген «Қимылдама» атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Ұйқысы келмей жатқан Айрис ерте тұрып, ойыншық пен пышақты алып, телефонын қалдырып, көлігімен орман саябағына жетеді. Оның ішімен өтіп, бір талдың түбіне келіп, баласының суретіне қарап көңілі түседі. Яғни өз баласының көз жұмғанын түсінеміз. Ойыншықты сонда қойып, өзі бір құздан төмен қарап, содан секіретіндей шетінде тұрғанда, бір жігіт қандай керемет күн деп оның ойын аулайды. Мен қазір кетемін, мені жоқ деп есептеңіз деп өзі отырып алады. Менің атым Ричард, сіздің атыңыз кім деп оны жаймен сөзге тартады. Есімін айтпаған қызға жас кезінде апатқа түсіп, ғашығы Хлоядан айырылғанын баяндап, қыздың назарын өзіне аудара бастап, ақыры Айристі сөйлетеді. Олар отбасымен осында серуен құрып жүргенде баласы таяқша іздеп жүріп құлап кеткен екен. Оның қалай құлағанын да естімедік деп өзегі өртенген әйел баласының қазасын көтере алмай, сол үшін секірмек болған екен. Жігіт кететін кезде менің атым Айрис дейді. Ричард сізді секірме деп көндірмеймін деп өз жолымен кетіп Айристі ойландырып қояды. Талдар арасымен келе жатқанда артынан қызды еріп жетеді. Ол секірмепті, яғни жігіттің сөздері оны секірмеуге әсер еткенге ұқсайды. Екеуі көліктеріне кеп қоштасады. Ричард көлігін Айристікіне жақын қойып, қыз кіруге қиналады. Сонда бала мен сізді қысып қойыппын, кешіріңіз деп шығып, қол шатырмен Айриске жақындап, электрошокермен талдырады. Оның қол аяқтарын байлап, көлікке жатқызып алып кетеді. Кейін қыз өзіне кеп Ричардты көріп, қобалжып, қорқа бастап, тыпырлап босауға тырысады. Бірақ ештеңе істей алмайды. Өтініш керек емес дегенде бала керек емес деп сен сияқтылар көп айтқан дейді. Яғни жігіт осыған дейін де қыздарды ұрлап келгенін, оның маньяк екенін түсінеміз. Ол Айрistің баласының ойыншығын алып кетіпті. Соны қыздың алдына қояды. Үйден алып шыққан пышақты ақырын алып, баланы әдейі қайтыс болған Хлоя қандай болды деп сөзге тартып, өзі пышақпен кесуге кіріседі. Жігіт орманда менің коттеджім бар, сенің шашыңды өріп беремін дегенде Айрис қолын босатып, оған қарай пышақпен шабуылдайды. Бала соққыны қайтарып, онымен арпалысып келе жатып, талға соғысып тоқтайды. Есеңгіреп қалған екеуі естерін жия бастап, қайта арпалысып, қыз амалдап белдікпен баланы қылқындыра кетеді. Бала болса орындықты жатқызып, белдіктен босап, Айристі құшақтағанда өз пышағын байқап, сонымен балаға сермеп, оны жақындатпайды. Ричард қашамын деп есікті ашып құлап, әлсіреп қалса, қыз арпалсам деп шаршап қалады. Екеуі екі жақта жатады. Айрис аяғын босатып, ойыншықты алып көмекке шақырады. Сонда бала уақытқа қарап, ештеңе сезіп жатқан жоқсың ба деп қалтасынан шприцті алып шығады. Яғни ол талып жатқанда салған екен. Менімен не істедің десе, дәрінің күші жұмыс істей бастағанда 20 минуттың ішінде сенің денеңді толықтай жансыздандырып тастайды. Бірінші саусақтарың жансызданса, кейін қол аяқтарың, содан кейін даусың жоғалып, толықтай қимылсыз күйге енесің дегенде, қыз қорқып одан қаша жөнеледі. Сол кезде пышағын түсіріп алады. Сонда бала жүгірген сайын сен жансыздану процесін тездетесің деп артынан келе береді. Орманның ішінде айналасына қарап қойып бас сауғалайды. Кейін саусақтарын тексеріп көрмек боп, баласына көрсеткендей басып санап көріп, есіне түсіріп жатқанда ақсаңдаған Ричард та жетеді. Қашып одан ұзағанда қайта саусағымен тигізіп көргенде шынашағы жетпей жаймен қимылсыз күйге еніп жатқанын түсініп, Ричард 20 минутта жансызданасың дегенді естіген ол сағатқа 20 минутты қосып ары қарай жүреді. Төменге сырғып түскенде бір аяғы жансыздана бастап, жүруі қиындайды. Бала болса ысқырып әндетіп оның артынан асықпай келе береді. Бір жағынан аяқтары жансыздана бастағаннан шаршап, қиналып, әйтеуір жігіттен талдың түбіне отырып тығылады. Ол қарап тұрғанда Айристің қолдары мен беттеріне құмырсқалар шығып қаптай бастайды. Барынша шыдап жатады. Бала ары қарай кеткенде бір құмырсқа мұрнына кіріп кетіп, айқайлап жібереді. Дауысы естіген маньяк кері бұрылады. Екі аяғы істемей қолдарымен жорғалап, бала келгенше өзенге өзін тастап, онымен ағып кетеді. Сәлден кейін ағысы қатты және тасты жеріне келіп, әйтеуір ол жерден суға батып кетейін деп аман өтеді. Кейін суда жатқан бір ағашқа жармасып жағаға шығады. Уақыт аяқталуына шақ қалады. Зорға дегенде жармасып, тынысы тарылып жылжып келеді.
Сөйтіп уақыт аяқталып, қыз қимылсыз жатып қалады. Сол жақта үйі бар бір шал шөп орып жүріп, қызды байқап, бәрі дұрыс па деп сұрайды. Үндемеген қызды шалқасынан жатқызып, саусақтарымен көздеріне жүргізіп көріп, оның қимылдап жатқанын байқап, сіз мені көріп тұрсыз ғой десе, қыз көзін бір рет жұмып ашады. Сіз мені естіп тұрсыз ба десе, Айрис тағы да бір рет жұмады. Қимылдай аласыз ба, сөйлей аласыз ба деген сұрағына көзін екі рет жұмып жоқ деп жеткізеді. Оны арбаға салып үйге әкеліп көмек шақырамын дегенде есікті біреу тоқылдатады. Маньяк келгенін түсінген қыз көздерімен жыпылықтатып, қауіпті екенін жеткізгісі келеді. Шал оны түсінгендей болады. Есікті ашса, шынымен Ричард екен. Апатқа ұшырадық, көмек беріңіз, әйелімді таппай жатырмын деп өтірік жалбарынады. Осында күте тұр, көмек шақырамын деп телефонын алғанда, бала рұқсатсыз үйіне кіріп кетеді. Айналасына білдірмей көз салады. Сыртта күт деп едім ғой деген шалдың сөзіне мен өзімді білмей қалдым қалай кіргенімді. Өзімді басып алайыншы деп отырып, телефонымды жоғалтып алдым деп шалдан телефон сұрайды. Полицияға хабарласамын дегенде жігіт өтірік жылап, мүләйімсіп, кешіріңіз, бәрінен шаршадым. Әйелімнің психикасында мәселе бар, оны рөлге отырғызғанмын. Кейін екеуміз ұрсысып қалып, ол газды қатты басып жіберіп соғыстық. Есімді жиғанда ол болмады деп шалды алдап отырады. Ал қыз болса баланың артында жатады. Ол өзін жаман сезінгенде қимылдай да сөйлей де алмайтын жағдайға түсетін ауруы бар деп айтып беріп, шалды сендіргендей болады. Қария қызы таптым дегенде айтқысы келгендей сөйлегенде жігіттің телефоны ызыңдап кетеді. Сонда сен телефонымды жоғалтып алдым деп едің ғой деп өтірік айтып отқанын түсініп, оның кеткенін қалайды. Бірақ бала қыздың осында екенін түсінген ол қайда деп жыламсыраған түрін өзгерте сұрайды. Шал сыртта сарайда десе, жігіт көріп келемін дегенде шал оны итеріп жіберіп полицияға хабарласады. Алайда маньяк бәрібір онымен арпалысады. Айристің бір саусағы қимылға келе бастайды. Шалда осал еместігін көреміз. Жас жігітке барынша төтеп, соңында оны тепкінің астына алады. Шашылған заттары арасынан пышақты тауып, шалдың аяғына сұғып, оны пышақта өлтіреді. Сөйтіп сарайдың ішін қарап, Айристі таппай көңілі түскендей боп, кейін сол жақтан бензинді әкеліп, үйге шашып өртемек болады. Соны көрген қыз қобалжып, қорқып, саусағымен еденді барынша ұрып, белгі беруге тырысады. Бірақ бала ештеңе есмей отты тұтатады. Ентігіп жанып кетемін деген Айрис саусақтары жай қимылдай бастап, оны жылжытып, пердешенің жібіне жетіп, бар күшін салып оны тартады. Ал жігіт болса шалдың көлігін оталдыра алмай отырады. Сонда пердеше ашылып жабылып тұрады. Соған қарай назары түскен ол түсініп диван артындағы қызды табады. Оны отырғызып ол жерден кетеді. Жолда келе жатып баланың өз қызы хабарласып, сабақтан жақсы бағалар алғанын, соны ертең атап өтуге анаммен коттеджге келетінін айтқанда, жігіт ойланып қалады. Сөйтсе жігіт өзгеріп жақсырақ болу үшін әр демалыста жалғыздықта болғанды қалайды екен. Сонда әйелі сен соңғы кезде көп жалғыз қалып жүрсің деп коттеджге баратын жеткізеді. Яғни баланың отбасы оның маньяк екенін білмейді. Сөйтіп бензиндері азайып, бекетке тоқтап, шалдың көзейнегін киіп ішке кеткенде Айристі бір бала байқап қалады. Сөйлей алмайтын қыз оған қараудан басқа амалы болмайды. Баланың анасы алыс кетпе деп оны алып кетіп, бірдеңе сезгендей олар кеткенде арттарынан қарап қалады. Сөйтіп бензиндерін құйып өз көлігіне жетіп, қан болған киімдерін ауыстырып алады. Кейін дәрісі бар укол мен салфеткаларды қойып, бетін киіммен жауып қояды. Көлік тартатын жіпті алып өзінікіне жалғап жатқанда полиция кеп қалады. Көлікке жақындап, қимылсыз отқан Айристі көріп, терезені тоқылдатады. Сонда көлік астындағы бала оған сізді көргеніме қуаныштымын дейді. Мына пикап бойынша қоңырау түсті. Яғни жанармай бекетіндегі көрген әйел хабарлағанын түсінеміз. Жоқ, ол менің досымдікі деп беті бүлк етпей өтірікті құлағына іле береді. Полицей оның аты Эндрю екенін біліп, құжатын сұрап қарайды. Бұл жерде не болды деп сұрағанда бала әйелім көлікке отырып соғысып қалды деген секілді сөздерді айтады. Сонда Айрис бар күшімен терезені ашуға тырмысып бұрағанда, соны естіген полицей оған жақындайды. Көмектесіңіз деп дауысы шығар-шықпастай тіл қатады. Естімеген полицейге көзімен киім жаққа көрсетеді. Оны алып астындағы уколды көріп, ұстап отқанын түсінген ол тапаншасын алатын кезде бала жіптің темірмен оны ұрып өлтіреді. Тапаншасын алып көлігіне отырғызып, бензинді құйып, оны да өртеп кетеді. Ер адамды алғаш өлтіруім, бұған дейін тек әйелдерді өлтіріп келгенін естиміз. Жай сөйлей бастаған қыз сен жоспарламағандай боп жатыр. Дәріні сен өзіңе салып көргенсің ба десе, жоқ, бірақ қандай екен білемін дейді бала. Хлояның өлімнен кейін 2 ай төсекте жатып, сол кезде жынды болдың ба деп оның ашуына тиеді. Жоқ, апатқа дейін мен өзімді өмір бойы бәрінен үзілгендей сезінетінмін. Оның мойнының біртүрлі қисайғаны әлі күнге дейін көз алдымда. Соңғы демі шыққанда мен өзімді тірі сезіндім. Яғни содан кейін ол ішінде Құдай бардай сезініп, сол сәттен ләззат алған ол қыздарды өлтіруге кіріскенін түсінеміз. Ішкі жан дүниеңде сен бұлай жалғастыра алмайтыныңды білесің.
сенде мүмкіндік бар, мені осында қалдыра сал деп оны көндірмек болады. Бірақ бала көнбей, оны бір су жағасына алып келеді. Айрис оның аяғына уколды тығып алып, бірақ оны басуға күші жетпей баса алмайды. Бала уколды шығарып алып, ішіндегісін шығарып тастайды. Сонда қыз неге маған өлуге жол бермедің деп өзінің секірмек болған кезін сұраса, мен сені тоқтатқан жоқпын, сен өзің тоқтадың, бұл тағдыр деп қайырады. Пышағын алып, оны қайыққа отырғызып, су ортасына кеп тоқтайды. Артындағы су қаруларды байқаған қыз көз жасына ерік беріп, одан бір өтініш сұрайды. Баласының ойыншығын қалтамнан шығарып берші деп жылайды. Бала сол өтінішін орындамақшы боп қалтасын қарап жатқанда, Айрис беліндегі пышақты шығарып алып, оның мойнына тығып алады. Тәлтіректеген бала бетінен шыққан пышақты суырып лақтырып, тапаншамен ататын кезде қыз қайықты теңселтеді. Ол өзін игере алмай суға құлайды. Тез тапанша жаққа тыпырлап жетіп, қайта шықпақ болған балаға бар күшін салып, әйтеуір атып тигізіп, бала қайта суға кетеді. Шаршап қалған қыз ентігіп барып тынышталады. Ал қансыраған маньяк тірі екенін, оның жағаға жүзіп бара жатқанын көреміз. Сол кезде қайық түбінен, оқ тиген жерлерден су ішке ағыла бастайды. Әлі толықтай өзіне келмеген Айрис дұрыс қимылдай алмай жатып, бататынын білетін ол терең демалып су астына кетеді. Сәл уақыт өткеннен кейін су бетіне жүзіп шығады. Яғни оның жүзіп шығатындай денесінің күші қайтып келгенін түсінеміз. Әйтеуір амалдап барып жағаға жетіп, шаршап жатып қалады. Демалып саусақтарын тигізіп көреді. Шетке қараса, маньякта судан шығып жатқанын байқайды. Балаға жақындап өз қанына тұншығатындай боп қиналып жатқан оған рахмет деп айтып кетеді. Баласының өлімінен кейін өз өмірімен қош айтсам деген әйел маньяктың қолына түсіп, өмір үшін күресіп, ақыр соңында өмірге деген құштарлығы оянғандай болады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.